Сәлем достар, қайтарымсыз грант 2-5 миллион аралығындағы ақшаны кімдер ала алады, қалай алады, қандай жеңілдіктер бар, ол үшін не істеуіміз керек бола ма деген сұрақтар мазаласа, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Шығыс Қазақстан облысы, Алматы облысы, Жетісу облысы, Ұлытау облысы осы қараша айында өтініш беру басталады, қатысып үлгеріңіздер. Әрбір кәсіпкер қатысып көруге құқылы. Сіз бұл қайтарымсыз ақшаны жеке бас қажеттілігіңізге жарата алмайсыз, яғни кредит төлей алмайсыз, ипотека, жер, үй жеке басыңызға ала алмайсыз. Бұл қаражатпен тек кәсібіңізді бастауға, яғни шикізат сатып алуға, құрал-жабдықтар деген секілді кәсібіңізге қажетті заттарды сатып алуға болады. Және материалдық емес активтерді де сатып алуға болады. Оларға жатады реклама үшін сайттарға, технология сатып алу болса, мысалы нан пісіру технологиясын сатып алсаңыз, қаражат жұмсай аласыз. Тігін болса, мысалы ою технологиясын сатып аласыз. Болмаса балаларды оқыту болса, балаларды оқыту методикасын, шетелдің әдіс-тәсілдерін сатып ала аласыз. Лицензия сатып алуға жұмсай аласыз. Бұл грантқа берілген ақшаны туыстардан зат сатып ала алмайсыз, яғни туыстардан құрал-жабдық сатып ала алмайсыз, тек жаңа зат қана сатып ала аласыз. Қолданылған құрал-жабдықтарды сатып алуға болмайды, тек машинаны ғана OLX немесе колесодан сатып алуға болады. Бұл жоба әр қалада, әр аймақта, әртүрлі уақытта болады, яғни өз пропискаңыз бойынша сол аймақта қатыса аласыздар. Қараша айында, яғни осы айда 1-4 облыс өтінімдер қабылдайды. Біріншісі Шығыс Қазақстан облысы 10-16 қараша күндері, сосын екінші Ұлытау облысы 2-9 қараша, Алматы облысы 21-25 қараша аралығында, Жетісу облысы 21-25 қараша күндері құжат қабылдайды. Барлығы онлайн түрде жүреді. Бұл грантты әкімшілік бергендіктен тек аймақтар арқылы ғана өз аймағыңыз постоянный прописка бойынша ғана қатыса аласыз. Постоянный прописка 1 жыл болу керек. Бұл жобада жас шектеуі жоқ, кез келген жастағылар қатыса алады. Сонымен сертификат қажет емес, тек онлайн түрде өтініш бересіз, ешқайда бармайсыз, яғни қолдау KZ-ге регистрация жасайсыз ең алдымен. Сосын осы сайтқа өзіңіздің бизнес жоспарыңызды жібересіз. Өтініш бергенге дейін жұмысшы саны сізде қанша болды, соны көрсетесіз, яғни 0 болса 0 деп көрсетесіз. Сосын талон ипі, окет түрі өте маңызды. Кейбір окет түрлері ала алмайды, мысалы сауда-саттықпен айналыссаңыз саудаға ала алмайсыз, сән салонына ала алмайсыз, ресторан, гостиница, кафеге және баняға ала алмайсыз, және жалға беріп отырған болсаңыз, пәтеріңізді немесе помещенияларды жалға беріп отырған болсаңыз, сондай ипылар бұл жобаға қатыса алмайды. Грант берілмейді. Үшінші, 10% үлес ақшам бар деген шотыңызды көрсетесіз, немесе осал топқа жатсаңыз, осал топ екеніңізді дәлелдейтін құжатты жібересіз. Өтінішті жіберген соң жауабы келеді. Сонда қабылдамаса өтінішті қайта түзетіп жіберуге болады. Бизнес жоспардағы барлық ақпаратты, кіріс шығысты түгел көрсетесіз. Сонымен сіз кәсіпкер болсаңыз бұл жобаға қатыса аласыз, толық ақпаратты қолдау KZ сайтынан қарай аласыз, барлығын онлайн түрде жүргізесіз, сертификат қажеті жоқ, оқымайсыз. Жалпы ақпарат пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.